Сәлем достар, Индия үнді киіміне арнап сари жасайтын боламыз. Ол үшін мен осындай әдемі жылтырап тұратын органза матасын алған болатынмын. Енді осы органза матамызды ені 1,5 метр, ал биіктігін мен 50 сантиметр қылып алдым. Енді соның бәрін біздер жан-жағы тарқап кетпеу үшін жан-жағын айналдырып түсу тігіспен тігіп шығамыз. Қараңыздар, осылай әдемі етіп түзу тігіспен тігіп шықтым. Енді осы сариіміздің ортасын, центрін тауып аламыз. Бұл бізде үнді сарие болғандықтан осындай әдемі сарыға лента таңдаған болатынмын. Соны баламыздың бас жағына ғана тек тігіп шығатын боламын. Матамыздың центрін тауып аламыз. Сол центрі бойынша тігіп шығамыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай осылай әдемі етіп түзу тігіспен тігіп шығамыз. Міне менің осындай әдемі сариім дайын болды. Және де сіздерге осындай көйлегімді тіккен болатынмын. Соны бөлістім сіздермен. Осы көйлегімнің сариін тігіп шықтым. Бәрі өте оңай әрі тез болды. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк қойып комментарий қалдырыңыз. Және де тіркелуді ұмытпаңыздар.